Мына үлкен диірмен, мына менің Ақтай атамның диірмені. Мынадан мынау қара кезең өзіміздің. Қолмен қазған осының бәрі міне. Осы ауылымыз, Таскескен ауылының түгелі. Қолмен қазып әкеп міне жерден. Үлкен қып міне. Кәдімгідей құйып, өшірді ұн тартқан. Мына жақтан қара бұлақ, мына бір шеті. Мына шеті қара қол, мына шеті лай бұлақтан кеп өшірге ұн тарттырған. Менің Ақтай атамның міне бір жерде іздері, қолымен істеген істері міне жатыр. Әкем марқұм маған көрсетті, мына жерде қалағы болған, ана жерде шаны болған, ана жерден былай қарай ұн алатынбыз деп маған көрсетуші еді әкем марқұм Тынысбек. 1950 жылға дейін жұмыс істеген осы жерде. Атамыз ақырғы күніне дейін осы жерде болған. Мына жерден міне диірменнің тартылған ұнды алған дейді. Осы жерде талай адамның тамақ болып, талай адамға осы жерде ашаршылықтан кейінгі соғыс жылдарында өте халыққа көп көмегі тиген диірменнің біреуі осы деп ойлаймын. Таскескеннің төмен жағында енді Ақтанберлі атамыздың арық қазып салған Таскескен диірмені болған. Содан кейінгі диірменнің біреуі осы. Мына жерде міне тоған басы, мына диірменге баратын мына тоған басы осы жерден болған. Бұрын міне кейіннен әгі платина салынды да, мына жерін талай жерін бұзып қазып кеткен. Соның өзіме тоған басы бар. Осы жерде менің әкем марқұм көрсетіп, міне осы жерде менің балаларыма көрсеткен ол кісі. Сол тоған мына осыдан өткізген ана диірменге не тұрған, соны қолмен қазып халық болып ол кісі. Өзінің шеберлігі, су қалай бару керек, қалай не ету керек, ананы шанды қалай айналдыру керек. Оны бәрін есептеген ол кісі. Өте шебер, өте білгір адам болған Ақтай. Мына ол көздегі өзен енді өзіңіз ойлаңыз, 38 жылға. Қазір міне 25 жылға. Ондағы ағыс өзен өте көп болған. Соны анаған кәдімгідей реттеп, орысша айтқанда регулировка жасап апарып, артығын былай жіберіп, алдын айландырып, оны тартып отырған кәдімгі. Сонда биіктен аққан су, ана судың қалағы болады екен астында, сол қалақты айландырады екен. Оның қазаннан үлкен екі тасы болады. Сол астыңғы тас пен үстіңгі тасты екеуін қойып, астында қалақ, ана судан биіктен құлаған су, ана қалақты айландырады екен. Содан барып ана тастың үстінде шанақ дейді. Шанақ деген төрт бұрышты мына комбайнның бүңкірі сияқты не болады? Астық бидайды сақ қоятын бүңкір сияқты жоғары жағында қалақ болады. Бүңкірге салған бидай ана тастың үстінен келіп түседі екен. Ана тас айланғанда тастың жан жағынан ана бидай ұн болып түсіп тұрады екен. Содан ана соғыс жылдарында чешендерді, немістерді, поляктарды бәрін жер аударып әкелді ғой. Солардан көп кісілер неге келді Таскескенге. Әгілердің тұрмыстары жаман, күндерін көре алмайды. Сонда үйге келіп отырады. Ақтай, пожалуйста, Ақтай деп келсе, соларға бір тегеш ұн береді, кейбіреуіне кебек береді. Енді өзімізде сонша көп не жоқ. Аналарға жаны ашиды да, ана қарақтарыма бір тегеш кебек берші, бір тегеш ұн берші деп отырады. Соны апарып, соғыс жылдарында солар тамаққа ішіп отыратұғын. Су диірменді жасап, халыққа сонда бүйтеді екен ана кісі. Сонда халыққа бүйтеді екен ана кісі. Күніне бір мөшек, бір жарым мөшек, екі мөшек. Сонда илчіретпен тұрады екен. Бір шелектен алып кетеді. Бір шелекті бір күн нан қылады ғой, 4-5 нан шығады. Сонда кезекпен
тас кескенде біртіндеп нанның қамтамасыз еткен. Міне атамыздың мынау өз қолымен ойып диірменді бидай тартатын тасты мына тастан ойған ғой міне. Кәдімгідей міне қазір қарасаңыздар міне жерде ойықтарын жолдарын қараңыз міне. Қалай ойған сол кезде міне. 38 жылы өзі ойып осыны өз жасаған ақтасын. Осыны тура осының басына өзі қойып кетіпті. Қойған. Әкем марқұм көрсетіп міне осыны маған мына тас сол кісінің несі қолынан өткен. Өзі алғызып, өзі істеп міне. Әкем Ақтай деген кісі Ақтай балуан деп аталатын, бұл тас кескен Ақтай балуан деп атайтын осыны. Тегінде ертеректе ана той болса, жиын болса, ас берсе, сондай жерге ана менің әкемді апарып дайындап, өздері соды күреске дайындап, содан кейін сол күреске апарып күрестіреді екен. Сол күрескен уақыт енді әкем өзі айтатын, сол ата-бабам аруағы болды ма, қай жерде күрестім, сол жерде жеңем дейді, елдің бәрін жағып кетем дейді. Ол Ақтай атам ертоқым жасайды екен, айыл тұрман жасайды екен. Ана ненің көмілдірік дейді неше түрлі күмістен не жасайды неге? Аттың әбзелдерін жасайды. Ертоқым жасайды екен. Ертоқымды әбзел дейді. Көрдіңіз бе? Ол кісінің өзінің қол өнері шебер болған. Өте шебер болған ол кісі. Ертоқым жасаған, етік тіккен. Етікті кәдімгідей үлкен байлар кеп қыздарына бәйбіше тоқылданы не береді екен. Сұраныс болған ғой. Сонда ол кісінің тіккен етіктері шегесіз, темірсіз кәдімгі қайыңмен, ұлтанмен сонымен тігіп берген ғой. Өте әдемі жақсы тіккен ғой ол кісі. Етікте тіккен, ер жасаған, жеті қырлы бір сырлы болған адам, үлкен адам. Атамыз. Бұл кісінің палуандығы башы ерекше болған. Бұл кісіні кәдімгі палуанға түсіру үшін әжем айтып отыратын менің Дәмет апам. Кәдімгідей әл ұру алып кетеді екен. Кәдімгідей апарып, ол кісіні қоңдандырып, содан кейін палуанға түсіреді екен. Сонда ол кісі күрескенде кәдімгідей құрғана іштен ғана алып құлатар екен. Жауырыны жерге тимеген осы өңірге. Атамыз сондай ибалы, өнерлі адам болған енді. Сол уақытта қазақтардың өздерін біріне бірін аңдытып қойды дейді. Біріне бірін аңдытып, біріне бірін сөйтіп, ана Шәріп атам тегі ақын болған кісі, өлең шығарған кісі. Менің әкем сол балуан болып, әппақ болып, балпанақтай болып, ауыл-ауылға күреске түсіп жүрген кісі ғой. Толық болыпты. Денелі, толық кісі болды. Содан кейін сол аяқ астынан сол безгекпенен ауырады. Ауырғанды өзі айтып отыратын, өлім аузынан қалдым. Әй өлім ғой дегем, әйтіп өлмей аман қалдым деп. Содан жүдеп, әбден осы әрең басын көтеріп отырғанда Шәріп ағасы келеді. Көңілін сұрап. Сосын айтады, бір кезде болып едің балуан Ақтай, жүріштен немелі болып балпан Ақтай. Ауруменен, безгекпенен мына кедейшілік қатар келіп байқұсым болыпсың ғой ырған Ақтай деп өлең жазады бауырына. Сөйлесе соны естіп алған біреулер, мына қу өкіметпенен ауру қатар келіп байқұсым болыпсың ғой ырған Ақтай деп мынау өкіметті жамандап өлең шығарды деп біреу көрсетеді. Сол уақытта оның соңына түсіп іздейді. Одан тағы да әйтеуір осы сол кісінің неге сонша қуалағанын білмеймін әйтеуір. Соның соңына түсіп әлде байдың баласы деп қуалады ма, оны енді анық еркін біліңкіремеймін. Содан осы қуғанадай қуып ана кісіні өзінің меншігінде жүйрік аты болған дейді, мылтығы болған дейді. Содан қашып ол кісі тау-таста жүреді. Сонша қуалайды. Соны мына орыстар іздеп таба алмай, осы Көксудың жартасының тасының арасында тығылып жүрді дейді. Ол Шәріп атам өзінің екі бәйбішесі болған. Сол тасқа тығылып жүргенде бәйбішелер тамақ апарып беріп, сөйтіп жүреді екен. Содан сол тастың арасында аңдып бір Чепицын деген орыс болды дейді. Ол Чепицын кім екенін анша білмеймін, орыстардың бір офицері ме сондай бірдеңесі болған ғой деймін. Содан кейін
ана атам таудың арасына тығылып орыстардан қашып, сонда сол кісілерді немене деп ұстады деп еді, ұмытып қалғандығы жашы, әйтеуір сонша соңына түсіп іздеген. Сол таудың арасында тығылып орыстар таба алмай жүргенде ана бәйбішелер тамақ пісіріп апарып, жартастың арасында тамақ беріп жүреді екен, ол сөйтіп жүрерде жатады екен. Бір күні сол әйелінің тамақ апарғанын аңдып жүріп, сол тастың арасынан ұстап апты, жартастан. Содан ұстап ап, сол бетте сол кісіні ұстап, айдап жерген бәйді, сол кеткеннен сол кісі жоқ қой, сол өзінің баласы да болмады. Чечем айтып отырады ғой, қарағым, мен де аман есен келіп сендерді көре алам ба, көре алмайым ба деп, сенің бетіңнен сүйіп қолын алып бауырына басып кетіп еді, сол кеткеннен келмеді ғой деп әкем қайғырып отырады ғой. Енді әкем былай екен, негізі әкем. Ана барып жүргенде, ойбай ана Қасымбектерді, ана Ақтай атам сөйдейді екен. Атын байлаңдар. Ана ол келді енді. Ана жерін төріп, содан келіп Ақтай атамжан бүйтіп құшақтап отырады екен ғой. Ол кісінің бәйбішесі Күләнің шешесі Дәмет апам. Дәмет апамда, Ақтай атамда, бала күнімде Ақтай атамды көрдік. Міне, 53-ші жылы біз как раз сол енді 3-ші ме 4-те оқимыз енді сол кезде. Сталин 5 мартта қайтыс болады, ал Ақтай атам 17 мартта қайтыс болады. Сонда ана Жания бар ғой, Жания, мектептен боздақ келеді. Ол уақытта Сталин қайтыс болды деп мектепте қара жарияланды. Қаралы болады ғой. Бүкіл әлгі туды түсірілді. Мектепте митинг болды. Ол уақытта заман солай ғой, оның бәрі енді түсінікті жай. Сонда ана Жания бүйтеді екен. Сабақ бітсе үйіне дейін боздақ келе жатыр екен. Ол 5 март болып енді сөйтіп тұрса, Ақтай атам сол кезде ауырып жатса керек. Өзің әкең ауырып жатыр, сен оған әкең келе дейді ғой дейін. Ол кісі өзі сол диірменде көбіне жұмыста, бірақ келеді үйіне. Үлкен кісі, біз айнала бәріміз дастархан басында отырамыз. Ол кісі бізге ақылын өзінің әңгімесін айтып отырады. Біздің әкеміз туралы айтады. Ол әкеміз ол кісіге еркелеп, келіп, әлгі қасында отырады. Ол әкемді өте ерекше бағалайды, ол кісі біз көргеніміз енді. Арқасынан қағып, сипап, менің әкемді еркелеп, сол Ақтай атама. Ақтай атам қалжыңдап, әзілдеп, сол өзінің барлық әңгімесін айтады. Енді Мен жермен қосайын. Ақтай атам деп айтады екен, сол әкем әгі еркелеп келіп отырғанда, Құран оқы дейді екен. Ертең мен өлгенде, оны күліп қоймайсыз. Оны ертең мен өлгенде кім саған Құран оқиды деп. Содан кейін әкем бір күні отырып айтты, қарағым, мен болсам 70-тен асып бара жатырмын. Енді мына өкімет өзі Құранды оқытпайды ол уақытта, намазды оқытпайды. Мен олай-бұлай болсам, маған сен Құран оқисың. Сен Құран білемісің өзің десе, мен Құранды білемін, мен жақсы оқи аламын деп. Әкем қайтыс болғанда, сол енді қасындағы жалғыз інісі Қасымбек қой. Сол әкеме қатты қайғырып жылады. Енді ана алдындағы еркелеп жүретін қылықтарының бәрі есіне түсетін шығар. Және енді әкемнен басқа ешкім қалмады. Кейінгі балалардың бәрі жас. Өзінің Тәкен деген ұлы бар, Талғатбек деген. Ол да жас Тынысбек ол уақытта мектепте сабақ оқиды. 53-ші жылы 8 оқима, 7 оқима сондай. Барлық балалар жас. Соны жалғыз қалдым-ау дегенде жылап отырады. Одан кейін келіп, әкем айтқандай күнде келіп Құран оқып кетеді, атына мініп келіп. Жаназасында енді ауылда бір Жұмажан деген молда болған. Сол молда келіп оқыды, енді бәрін, енді ауыртпашылықтың бәрін сол кісі көтеріп, әкемді жерлеп барлығын Құранын оқып сөйтіп, кейіннен келіп Құран оқығанда жылап отырып оқитұғын. Жылап отырып Құран оқитұғын келіп, қатты қайғырып, қатты уайымдады әкем өлгенде. Сөйтіп келіп жүретұғын. Содан бері талай-талай уақыт өтті. Кейінгі балалар ержетті, Тынысбегім есейіп, келіншек алды, балалы шағалы болды.